Былай қарасаңыз, Абай Құнанбаев атамыздың кітабы. Өлең кітаптары кішкентай ғана бір қылыштың қындай ғана. Кішкентай ғана бір кітап. Бірақ бүкіл қазақ біледі. Одан кейін не бір ақындар шыққан, не бір жазушылар шыққан. Том, 30 томға дейін жететін кітап жазған кісілер шыққан. Бірақ олай ешкім оқылмайды. Өйткені Абай Құнанбаевтың өлеңі қысқа болса да, нұсқа керекті нәрсені адамдарға айтқанда. Одан кейін біз діндар адам болғаннан кейін, мынау ілгерде 10 ғасыр жырлайды деген бір кітап шыққан. Сол кітап шығар кезде, сол комиссия мүшесінің ішінде мен де болған едім. Сөйтсек, Абай атамыздың өлеңдері, негізгі өлеңдері арабша әріппен жазған екен. Мынандай әріп емес, латын емес, кириллица емес. Сол біздер енді араб тілінің маманы болғаннан кейін, соған барамыз, түркі шағатай тіл деп қояды. Соларды зерттеу кезінде қаншалықты дұрыс аударылды. Соны 10 ғасыр жырлайды дегенде көп шықпаған өлеңдер шыққан бір кітап болған кезде. Кейбіреулер біледі, кейбіреулер білмейді. Сонда айтып кетейін дегеніміз, енді арабшадан жақын болғаннан кейін бұл кісілердің өлеңдердің өміршеңдігінің бір белгісі бар екен. Біріншіден Құранға мағыналас, екінші өмірден алынғанда. Жай ғана бір сезімін, сүйдім, күйдім, өлдім, үйттім, бүйттім емес, шынымен де адам баласының проблемасын шешуге арналған. Адам оқиды да өзіне керек нәрсе айтады. Соны айтайын дегеніміз, Абай атамыздың мынандай бір өлеңі бар. Адам бүгін адам дейді, ертең топырақ дейді. Бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ дейді. Ертең өзің қайдасың білемісің дейді. Ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ дейді. Болды, қысқа 4 нәрсенің ішінде бүкіл нәрсе айтылған. Сен адамсың, жеп отырмыз, ішіп отырмыз, тойып отырмыз, бірақ ертең топырақпыз. Құранда бұл сөз айтылады, минха халақнакум ва фиха нуидукум ва минха нухрижкум таратап ухра дейді. Аллах айтады. Ей адамдар дейді, мен сендер топырақтан жаратқам дейді. Сол топыраққа қайтарам дейді, қайтарам. Кейін қияметте сол топырақтан қайтып шығарып алам дейді. Сонда адамның өмірі, ғалымдар айтқан сияқты, қиссатын қасиратын дейді. Біздің өміріміз қысқа адам екен. Адамның өмірі өз қысқа әңгіме. Қысқа ғана әңгіме. Мынандай әңгіме екен. Минат турап, фауқат турап, илат турап дейді. Топырақта арабтар турап дейді. Сенің өмірің дейді. Топырақтан, топырақтың үстінде, топырақтың астында осымен өмір бітті дейді. Болды. Арасында бір кішкене бір әңгіме бар. Үтті, бүйтті деген сияқты, жыладым, күлдім деген сияқты. Бірақ әңгіме осақ. Енді сен топырақтан шығып, топыраққа толық айналып кетпеу үшін адамда бір нәрсе. Адам толық жоғалмайтыны қараңыздар, біз неге еске алып отырмыз? Секер апамызды неге еске алып отырмыз? Егер ол кісі таза топырақ болып кеткен болса, онда сен оққан Құраныңнан не пайда? Жасаған дұғаңнан не пайда? Садақаңнан не пайда? Кісілерді шақырып оны тойдырғаннан не пайда? Егер ол кісі таза топырақ болып кеткен болса, сөйтсе адам тек қана топырақтан тұрмайды екен. Сөз бар, не дейді? Анта биррухи лайса bijasadi инсанун дейді. Сенің адам атын арқалап жүрген себебің дейді. Мына тәнің болған үшін емес дейді. Сол тәнің ішіндегі жәнің болған үшін дейді. Рухың болған үшін дейді. Ертең мынау бәрі топырақ болып кетеді. Ештеңе қалмайды. Сөйтсек, мына біздің денеміз топырақтан жаратылған, бірақ осы топырақтан жаратылған денені сүйретіп жүрген нәрсе ол рух, жән екен. Рух деген арабтың сөзі, бізге де қолданады, қазақша жән ол негізі. Сол арқалап жүреді екен. Енді мына жән шығып кеткен кезде, мына топырақты ештеңе істей алмайсың да. Болды. Осы отырмыз, азаңда өзіміздің түймеміз өзіміз тақ шыққан шығармыз. Бірақ күндердің бір күні келеді, жәнің шыққан кезде сен түймеңді біреу шешіп алу керек болады да, жуу үшін. Болды, қандай не болса да. Енді қарап тұратын болсақ, біздің денеміз топырақтан жаратылған екен, мына денені қуаттандыру үшін топырақтан болған нәрсе керек екен. Топыраққа топырақ керек екен. Мынаның бәрі топырақ. Ет топырақ. Нан топырақ. Бәрі топырақтан алады екен. Топырақты қуаттандыру үшін. Бірақ біздің жанымыз топырақтан шыққан жоқ, ол Аллахтан келді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям жеткен хадисін айтады. Инна ахадукум юджмау халқуху фи батни уммихи 40 яуман дейді. Сендердің әрқайсыларың аналарының құрсағында жаттыңдар 40 күн дейді, нутфатан бір тамшы су болып дейді. Және 40 күн өтті, оны бір кесек еткен алдыңдар. Және өтті дейді, оған ет бітіп, сүйек бітті дейді. Одан кейін оған жан береді дейді. Аллах Тағала сол кезде періштені жіберіп 4 нәрсе жазады дейді.
қазақта жазмыштан озмыш жоқ дейді ғой, пешенесіне жазған дейді ғой. Анасының құрсағында жатқан кезде Аллах Тағала нәрестеге 4 нәрсе жазады екен. Беккатби ризқихи, рызық нәсібесі. Не ішеміз, не жейміз. Екіншісі уа ажалихи, қанша өмір сүресің. Ажал дейді ғой. Араб тілінде ажал деген сөз мерзім, өлшеніп қойған мерзім деген сөз. Біреуге 40 жыл, біреуге 10 жыл, біреуге 90, біреуге 100. Біреу шыр етіп келеді де зыр етіп кетіп қалады. Ажалы уа амалихи, не тірлік істейтіні өмірде. Келгеннен кейін сен отын шабасың ба, жоқ бастық боласың ба, ол да жазылады екен. Төртіншісі бақыттысың ба, бақытсызсың ба, ол жазылады екен. Сол үшін бұрынғы кезде бойына бала біткен кезде еркек адамда, әйел адамда барынша сөзін өзін түзеуге тырысады екен. Өйткені ана балаға әсер етеді. Оның болашағын ананың құрсағында жатқан кезде жасап жатырмыз да. Сол кезде Құдайға шүкір етесің ба, шүкір етпейсің ба, соның бәрі әсері болады екен. Енді сол кезде дейді, юрсалу илайхил малак фаянфу фихи рух, Аллах періште жібереді де ананың құрсағындағы нәрестеге жан үрлейді дейді. Міне сол кезден адам тірі бола бастайды. Енді біз мына светский ілім деп қояды ғой, мына зайырлы болғаннан кейін басқа ілімдерді көрдік. Осы жерге келген кезде ғылым жай мына біздің дүние ілімі вне сфери науки деп құтылады екен да. Жан берген жерді түсіне алмайды екен. Тән топырақтан, бұның азығы топырақ, жан Аллахтан, оның азығы Аллахтан келетін ғана нәрсе болады. Оның азығы Аллахтан келген пайғамбардың өсиеті, оның азығы Аллахтан келген Аллахтың Құраны. Енді сөзімді қатты созып алмай, сіздерге сол Құранды айтылатын бір аятты аударып берейін. Сонда өзі жетілік деп ойлаймыз. Аллах Тағала сіздерге баршаңызға берекетін берсін. Ешқайсымыз аспаннан түскен жоқпыз ғой. Бәрімізде әке бар, бәрімізде шеше бар, бәрімізде ата бар. Олардың да көбісі о дүниеге кетіп қалды. О дүние деген не өз? Не болып жатыр ол? Қандай жағдай болып жатыр? Адам өлген мезетте жәннатқа кіріп кете ме, өлген мезетте дозаққа түсіп кете ме? Қысқаша мағлұмат ала кетейік. Адамның өмірі бірнеше кезеңнен тұрады екен. Bir кезең болған дейді, Аллах Құран айтады, «Хәл ата алал инсани хейну минад дахри лам якун шай'ан мазкура» дейді. Аллах айтады, бір уақыт болған дейді. Адамның дейді, аты тұрма, заты да болмаған дейді. Аспан бар, жер бар, періште бар, бірақ адам жоқ. Періштелер адам жаратылатынын да білмеген кезеңдер болған дейді. Одан кейін Аллах Тағала адам атаны жаратты топырақтан. Одан кейін ешкім балшықтан баласын илеп алмайды. Адам ата Хауа болып үйленді, одан кейін не еркісін үйлену арқылы бойға бала бітіп дамайды. Бұдан кейінгі кезең жаңағы атаның белінде боласың, одан кейінгі кезең ананың бойында боласың, одан кейінгі кезең жердің бетінде боласың, одан кейінгі кезең жердің астында барзақ әлемі деп қояды. Ол жер топырақ болып кетті, бірақ жанның бәрі жиналатын әлемді барзақ дейді. Ол әлі жәннат емес, ол әлі дозақ емес. Естеріңізде болсын. Әлі ешкім жәннатқа кіріп кеткен жоқ, әлі ешкім дозаққа түскен жоқ. Бірақ барзақ әлеміне барған адамдарға сен жәннатқа кіресің, сен дозаққа түсесің деп хабар беріп қояды. Өлгеннен кейін хабар айтылады. Аллах Тағала айтады екен, мына пенденің атын жәннатқа кіретін кітапқа жазыңдар. Оның аты Құранда Иллиин деп аталады екен. Ал мына пенделердің атын дозаққа түсетін адамдарға жазыңдар, оның аты Сиджин деп аталады екен ол кітап. Кәдімгі тіркелген бәр кітап. Өлген кезде біз білмейміз. Уа антум ла тубсирун айтады. Адамның жаны шыққан кезде сендер көрмейсіңдер дейді. Біздің періштелеріміз жанымыз алады, не процесс болып жатқан. Сөйтіп ол Аллахтың алдына барып, амалы, жақсылығы, жүрегінің тазалап өткен болса, жәннатқа кіретін адамдардың кітабына тіркеледі, адам түсінеді, мынандай болады екен ғой деп. Сонда Құрандағы айтайын деген мына аят. Аллах о дүниені сипаттайтын. Хатта иза жаа ахадахумул маут. Бір нәрсені білейік, Құрандағы кез келген аяттың мағынасы бар. Аударсаң түсінетін сөз. Қазір сіздерге аударам. Мына Құдайдың сөз. Хатта иза жаа ахадахумул маут дейді. Жер бетіндегі адамдардың біреусіне өлім жеткен кезде дейді. Ол жанын суырып алды. Қала раббирджиун. Егер ол адамның Құдай алдында құлшылығы түгел болмаса дейді, ана адамның жан даусымен шыңғырып айтатын сөз болады дейді. Раббирджиун, Алла қайтаршы дүниеге, қайтаршы деп жалынады дейді. Өлген адам қайттан мына өмірге келуді армандайды. Рабби, Раббым, ирджиун, қайтар мені, қайтар дейді. Не үшін сұрайды? Ойлаңыздаршы, неге өмірге келгісі қалды? Оның қимайтын баласы бар ма? Келіншегі бар ма? Туысы бар ма?
бизнесі бар ма, өлім келсе шеңкеге қарамайды ғой, дұрыс па? Оның айтатыны лa'алли a'малу солиха, Алла, менде амал жоқ. Мен сен Құдайдың алдына кеп тұр, менде жоқ, ештеңе жоқ, ораза жоқ, менде намаз жоқ, зекет жоқ. Мен келдім. Өз не үшін барады Құдайдың алдына? Құдайға мына киім керек емес, атағың керек емес, мен барып дипломым бар, менің медалім бар, мен спортсменмін, мен чиновникмін, мен әншімін, түгеншімін, ештеңе өтпейді. Құдайдың алдына баратын жүректің тазалығымен амал ғана. Сонда адам түсінеді екен, ешбір молда керек емес. Өлгеннен кейін кәпір жоқ. Тірі кезде бар. Тоқшылық адам қазақ айтады ғой, тоқтық не дегізбейді, жоқтық не жегізбейді дейді. Мен өзім ұшақпен жиі ұшам. Сонда 2 мәрте ұшақта апат болды. Көрдім, атеизм деген бәрі өтірік. Адамдардың қалай жалынғанын сол кезде көресің. Сол кезде басқаша болады. Бәрі Құдай деп кетеді екен. Орыста бекерден бекер мақал айтылмаған екен. Падающим самолете атеист деп не бывает деген рас екен да. Ол қарын тойған кезде, бүйтіп отырған кезде, енді кім көріп кепті, ол тойған кезде айтылатын нәрсе екен. Бірақ тісің қақсап, аяғың ақсаған кезде молда ештеңе берері жоқ. Қиналғанда кімге жаямыз алақанды? Қарағанды қаласында бір әкімшілікте істейтін ағамыздың қызы қатты ауырып, ешбір ем болмай шетелге барып, бәрін қарайды, шетел айтады, қызыңды алып кет, емдей алмаймыз дейді. Айтады, ой, қалай алып кетті, мен сендер емдей алмаған қызымды енді Қазақстан қалай емдейді дейді. Сосын алар алып кет дейді, алып кетпесін айтады. Әкесі дейді, ренжімеңіз дейді да. Қызыңызды өз аяғымен алып кеткен жақсы, шетелден табытпен алып қайтқаннан көр дейді. Сосын алып қайтады қызын. Сонда больница жатыр. Молда екен, дем сап берші. Болды, ештеңе жоқ дейді да. Больницаның өзі ештеңе істей алмайды, тек қана обезболивающий жасап отыр. Сонда барған кезде, қыз қиналған кезде әкенің жалынғанын көрдім ғой. Қызметтегі адам ғой. Екі алақанша Алла айтшы, не істеймін, айтшы, бәрін істеймін, не істеймін, айтшы, қызым жазылсын, айтшы дейді да. Сосын мен біраздан айттым, шақырып, аға, Аллах айтып қойған, не істеу керек екен? Сіз бекерге тұрмай, жай ғана жарты литр сумен дәрет алып, жарты метр матада Алла деп маңдайын сәжде қоюға жарамай тұрсыз ғой. Құдайды оңай құтылғың келеді, ана бірақ болады ғой бір. Гайды кездеспаса ақша беріп құтылғымыз келеді, анан берсе ақша құтылғым келеді. Құдаймен солай құтылғысы келеді да. Құдай айтшы, түйе сояйын ба, бие сояйын ба деп тұр да. Болды, міне. Құбылаңды тапты, маңдайыңды бол, ұр. Сонда айтатын сөз, лa'алли a'малу солиха, Алла қайтар, намаз оқимын, жақсылық қыламын дейді екен. Сонда айтады екен, калла иннаха калиматун хуа қаилуха. Алла айтады, ол сөздің құны жоқ дейді. Бұл жай сөз дейді. Уами уараим барзахун, сен барзах әлемде боласың, иля яуми юбасун, қиямет күні болғанша дейді. Періштелер айтады екен, қайтаршы бір сәтке, бір қайтсаңызы, періштелер айтады екен жаңа адамға алып кетіп баратып. Я ахмақун, мин хунака жит. Өз ақмақ деген сөз арабтың сөз. Ақмақ, сен сояқтан келдің ғой. Сен бір сағат өмір сүріп отқанда, сен бәленбай жыл өмір сүріп келдің дейді. Сол үшін енді мына өмірден кеткен Сегер апамызға Аллах Тағала көз тірісін істеген бір жақсы сөздері болатын болса, істеген жақсы істері болатын болса, Аллах Тағала таразының 10 жағынан сол ауыр болып басуын нәсіп етсін. Амал дәптерінен 10 жағынан жазылуын нәсіп етсін. Бұл көпірде бір жарық болсын дейміз. Артында қалған ұрпағының о кісінің атынан істеп жатқан бір қайыр садақасы болатын болса, қабыл етсін дейміз. Қазақ айтады ғой, өлген жерге барғанда өлді деп жылама, өлем деп жыла дейді. Ертеңінде біздің басымызға келеді. Сонда енді біреу бағыштар, біреу бағыштамас. Сөзіміздің ең соңын айта салайын дегенім, бір имам кісіге, өте де беделді имам кісіге, бір кісіге айтады, қызым көзі соқыр болып қалды, не істерін білмеймін, енді бәрін көрдім, сіз дұға қылыңызшы дейді да. Сонда жаңа имам айтқан екен, қарағым, қыз кімдікі депті да? Менікі депті. Қиналып атқан кім депті? Мен депті. Кімнің қыз соқыр болды депті? Менің қызым соқыр болды депті. Менің қызым емес қой, сенің қызың ғой депті. Кім қатты жалынады Құдайға? Ойлашы деген да. Сен қатты жалынасың ба, мен қатты жалынам ба деген да. Менің қызым ауырса, мен жалынам деген да. Сенің қызың алса, сен жалынасың деген да. Сен мені еститін Құдай сені естімейді деп кім айтты деген екен. Сол айтқанда ертең бұл жаңағы сиырдың басына туған күн бұзаудың басына туады дейді. Жаңа Абай атамыз айтқандай, өлмек үшін туғансын, ойлан шырақ демекші, Аллахтың алдына жүзіміз жарқын болып барды нәсіп етсін. Алын Секер атамыз, жаңағы апамызға осы жаңағы имам кісілердің оқып атқан құрандарының жетіп, балалардың садақасының жетіп, бір жаны кішкене жадырап, сауап еселеніп, қабір нұрлануын Аллахтан біз сұраймыз. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Жақсы, Алла. Амин. Аллаху акбар, машаллах.